Киелі Түркістан тарих болған Тайғазанның төрінде тарих болып қалар бейне жазба түсіруге келдім. Ассалаумағалейкум. 이번에는 입국 허가를 받지 못하고 강제 출국을 기다리던 카자흐스탄인 2명이 도주를 했습니다. 오늘 새벽 인천공항에서 도주한 카자흐스탄인 2명을 잡으려고 인천대교 통행 차량을 일일이 확인하는 모습입니다. Бұл оқиғаға 2 жыл өтті, халық шулады, алайда шындықты білген жоқ. Екі бірдей Түркістандық азамат 2024 жылы наурыз айында Инчхон халықаралық әуежайынан қашып Кореяға кірген. Құзырлы органдар тарапынан ұсталып, кейін Қазақстанға келіп, Евразия телеарнасының Көреміз бағдарламасына сұхбат берген. Көреміз бағдарламасы Ва-банк және Кореядан оралғандар атты тақырыпта көрсетілімдер дайындаған. Ол ұстап берген үшін мен ақша алған ол. Иә, ол өткен бағдарламада айтқан еді оны, иә. Аналардан Корея үкіметінен ақша алған. Вознаграждение жариялады ғой. Оларға өтірік айтты да. Қазір сен өзің барсаң, сен 4 жыл отырмайсың, сен қайтасын депорт жасасын деп. Самат мырза, мен естігенім, Самат мырза бұлардан да ақша алған. Кореядан да ақша алған. Мен сені аман-есен шығарып берем деп ақша алады да. Ал корейліктерге вознаграждение үшін ақша алатын болдым дейді да, оларға ұстап берді. Сонда бір билеген ғой. Сот тәртібі кезегімен бастайық. Сахна төріне сарапшы болып келдім деген Бақытгүл Исмаилова өзінің тілші немесе сарапшы екендігін дәлелдейтін бірде-бір құжатты сотқа ұсына алған жоқ. Самат бұлардан да ақша алған корейліктерге вознаграждение үшін ақша алатын болдым деп ұстап береді. Осы іске байланысты бірнеше рет сот болып, бейне жазбадағы әрбір сөзге сараптама тағайындалып, сотпен Исмаилованың айтылымдары ар-намыс пен қадір-қасиетке нұқсан келтіретін мәліметтер деп танылды. Моральдық зиян да шынара қанағаттандырылып, сот орындаушыларының өндірісіне жолданды. Самат Ахметов Корея әуежайынан қашып кеткен Үмитжан Салайиддин ұлын ұстап Корея мемлекетінен 10 миллион теңге ақша алды деген сөз дәлелін тапқан жоқ. Бұл шындыққа сай келмейді. Мен ұстап берген үшін Кореядан ақша алды деген Үмитжан Салайиддин ұлына да шешім шықты. Көреміз бағдарламасына келіп көкірегін керген Үмитжан Нарзуллаевқа дәл сол Евразия телеарнасының әлеуметтік желілерінде кешірім сұрау міндеттелді. Оған қоса моральдық зиян да өндірілді. Мен елшілікте істеймін деді. Маған Самат айтады. Аузында өсегі бітпейтін Үмида, Самат елшіліктен хабарласып тұрмын деп, мені мемлекеттік қызметкер ретінде таныстырып, жалған ақпараттарда Үмида Ибрагимова халыққа қасақана таратқан. Шын мәнінде мен Үмида Ибрагимоваға сізді Корея жаңалықтарынан Самат Ахметов мазалап тұр деп WhatsApp желісіне хабарлама жолдағанмын. Ешқандай да елшілік туралы сөз болған емес. Айтылмаған жалған сөз үшін мен тиісті адамдардан жетерлік дәрежеде сөз естіп сабақ алдым. Кореяда соттау керек емес, өз елімізге келсін, өз елімізде өзім сотталғанын көрейік көзімізбен. Саматты соттау керек, сотталғанын көрейік деп TikTok әлеуметтік желісінде халықтың ортасында хайып жинаған Үмида Салайиддин қызы бірде-бір сотқа қатысқан жоқ. Сот тарапынан Үмиданың айтылымдарында қадір-қасиетке нұқсан келтіретін мәліметтер бар деп танылып, кешірім сұрау міндеттеліп, моральдық зиян да өндірілді. Қазіргі таңда оның есеп шоттары бұғатталып, жеке сот орындаушыларымен орындалу үстінде. Мен бәлеғор сияқты бар. Бәлеғор сияқты ғой, семьяларымен бәлеғор сияқты ғой деп TikTokта хит болғысы келген Ерболат Мелісұлы да біздің назардан тыс қалмады. Ерболат өзінің TikTok аккаунттарын басқа тұлғаларға пайдалануға берген. Ерболаттың таратқан ақпараттары халық ортасында мені жағымсыз көрсетіп, қасақана жалған мәліметтер беруге бағытталған. Ол адам артынан аңдып, комментарияда адамдармен сұхбат жүргізіп, мен туралы халықтан ақпараттар жинаған. Сот барысында Ерболат Мелісұлының сөздеріне сараптама тағайындалып, маман қорытындысына сай оның айтылымдары ар-намыс пен қадір-қасиетке, іскерлік беделге нұқсан келтіретін мәліметтер деп анықталды. Ерболатқа өзінің TikTok аккаунттарында кешірім сұрау міндеттелді, моральдық зиянда шынара қанағаттандырылды. Ал құрметті, менің мән-жайды білмей тұра әлеуметтік желілерде аузына келгенде оттай салатын оқырмандарым. Сөзді айту оңай, тілде сөз жоқ.
Сүйегі жоқ тілден шыққан сөз тас жарат, тас жармаса бас жарат. Әрбір айтылған сөз үшін сіз тікелей жауапкер болып қаласыз. Осы көрсетілімдерді дайындаған Евразия телеарнасы бағдарлама қатысушылардың сөздерінен жазылған деп бізге бір парақта жауап берді. Жауапкерлікті мойындарына алғысы келмеген Евразия телеарнасында сотқа бердік. Бұл бойынша алдағы уақытта ақпарат береміз. Кешірілмейтін сөздер бар, ұмытылмайтын істер бар. Жақыным деп жүрген адамның да бөтенге айналатын кезі бар. Осы бағдарлама шыққан кезде көреміздің шоуына сеніп кейбір туысқандарым мен қатар нағашыларым да менен бет бұрған еді. Маған тек сенім білдірген анашымның жүрегі болды. Мен Кореядан Қазақстанға 2 жыл бұрын осы істі ақ-қарасын анықтап соттасу үшін келген едім. Шындық осы болды. Ауырмаңыздар, аман болыңыздар.